Менің ойымша осы жемқорлардың 80% емес 90% аманат партиясының мүшелері. Көбінесе қолдан жасалған партиялар ғой. Неден бастап, Нұр Отан аманаттан бастап, бәрі қолдан жасалған партиялар айтады. Біздің билікте ұлттық бағыт мүлдем жоқ. 19-шы жылы ұлт бағдары Әміржан Қосанов ұсынды ғой. Жаңағы Нұр Отанның кандидатына қарама қарсы салды. Сол уақыттарда ұмытпасам, Жүрсін Ерман бастаған айтыскер ақындардың қауымдастығы әлі Тоқаевтың бағдарламасы шықпай жатып, оны қолдаймыз деп жиын жасады. Одан кейін барып бір күн өтпей жатып, жазып қолдаймыз деді. Нені қолдайтындары білмейді. Себебі бағдарлама шыққан жоқ. Не Әміржанның бағдарламасы шыққан жоқ. Не Тоқаевтың бағдарламасы шыққан жоқ. Бірақ қолдаймыз. Не деген ақымақ. Әміржан Қосанов президент болған жоқ. Сондықтан халықты алдады деп бұл жерге келмейді. Егер ол президент болса, менің ойымша Тоқаевтан артық президент болатын айдан. Мысалы, кеше екі облыста болған Бозымбай вице-премьер болып келді ғой қайта. Бәрі сол бұрынғы адам ғой. Мәулен Әшімбаевты өте жақсы сыйлайтын адам. Ол да сол бұрынғы орында қалды. Ерлан Қарин 5 жыл бойы Нұр Отанды хатшысы болған адам. Енді осылардан қалай жаңа қазақсташа заң бойынша конституциялық депутаттың кез келгені заң жобасын ұсыналады, ал іс жүзінде жаңағы шектеулер арқылы ұсына алмайды. Бірақ дәл Украинадағы жағдай. Біздің ішкі жағдайымызда және соңғы уақыттардағының бәрі Украинаға шабуыл жасардың алдында болған іс-әрекеттің бәрі біртіндеп келе жатыр. Мен содан қорқамын. Армысыздар, Бай Медиа арнасының көрермендері. Бүгін біздің Ақ пен қара бағдарламасында мемлекет және қоғам қайраткері Дос Көшім ағамыз қонақта. Енді бүгін біз еліміздегі бірталай саяси мәселелерді, қоғамдық мәселелерді талқылайтын боламыз. Дос аға, қош келіпсіз студиямызға. Сізбен бүгін онлайн байланыста шығып отырғанымызға біз өте қуаныштымыз. Енді бірінші сұрағымды бүкіл ел, мемлекет, халық сізді жақсы таниды. Қоғам қайраткер ретінде өзіңіз сол жарты ғұмырыңызды осы әділетсіздікпен, күресумен келе жатырсыз. Басыңыздан талай істер өтті. Соңғы мынау 1-2 жылдың ішінде сіз көрінбей кеттіңіз. Осының себебі неде? Шындығында мен көбінесе жазамын, сосын халықпен тікелей кездескен жақсы көремін. Аудиториямен тікелей сөйлескенді, сұрақтарына жауап бергенді. Интернет келгеннен бері, Facebook келгеннен бері әлеуметтік желіге мен өз басым онша жақындамаймын. Бұны мен кей уақытта дәретхана деймін. Біреулер келіп саңғып кетеді, біреулер келіп шығып кетеді деген сияқты кешірім сұраймын. Сондықтан өз басым осыған жақындамағаннан кейін мүмкін көбірек көзге түспейді. Өйткені халықтың бәрінің көретін сол әлеуметтік желі бағыты ғой. Мен әлеуметтік желіге онша көзқарасым жақсы емес, жаңа айтып кеттім. Дегенмен жазба жөнінен 3 жыл бойы жасалашқа тұрақты түрде шығып тұрдым. Саяси сараптама, қоғамдық мәселенің бәрін жазып. Сосын соңғы 1 жарты жылдай Барыс медиада жеке өзімнің каналым бар. 1 сағатқа апта сайын шығып тұрамын. Өзімнің таңдап алған тақырыбым бойынша. Негізінен енді ұлттық мүдде, саясат, қоғамдық мәселелерді қамтитын бағытта жұмыс істеп жүрмін деп ойлаймын өзімше. Сондықтан екіншіден саясаттағы адамдар әңгіме халықтың алдында көріну емес. Менің өзім халықтың алдында көрінгенді өте жақсы көрмеймін. Әңгіме сенің ісің көріну керек. Сенің жасаған нақты іс-әрекетің халыққа жету керек. Болды. Ал оны кім жасап жатыр? Мен ба, менің достарым ба, жоқ әлде мен қолдайтын басқа топ па? Ол маған ешқандай қызық емес та. Себебі олардың жасаған, егер бұл менің арманым, менің идеям болса, мен де қуаныштымын, мен де жеңіске жеткенмін. Сондықтан өз басым бір көзге көрініп халықтың алдына шыға бергенді онша жақсы көрмейтін. Саясаткерге онша келмейтін шығар, бірақ сондай ұстанымым да бар. Біз енді білеміз ғой, мынау 2016 жылы жер дауы кезінде сіз аса бір үлкен белсенділік таныттыңыз. Халық сіздің пікіріңізді 100% қолдап отырды. Әрбір сөзіңізді аңдып, цитата қылып әлеуметтік желілерде Дос Көшім айтты деп жазып жатты. Осы жер дауында сіздер жеңіске жете алдыңыздар ма? Менің ойымша кей уақытта мынандай жағдай болады да, билік те жеңбейді, біз де жеңбейміз. Кей уақытта бір қарама-қарсы пікір болып қалады ғой, жаңағы билікпен, мемлекеттің саясатыменен белгілі бір қоғамдық топтардың, азаматтық қоғамның. Бірақ екеуінің ит шығыс түсуінің өзі кей уақытта жеңіске баланады. Ол уақытта алдымызға қойған мақсат өте нақты тұғын. Бұл жерді сатуға жібермеу, жекеменшікке бермеу, екіншіден шетелдіктерге жалға бермеу. Осы екі мәселенің төңірегінде. 16 жылы біз оны 5 жылға тоқтаттық. 21-ші қайталап комиссия құрылды. Қайталап сол комиссияға мен ендім. Біз ол жерде тағы да тоқтаттық. Соныменен ең соңында қырағында
жер сатылмайтын болып, шетелдерге жалға берілмейтін болып жеттік қой. Демек біз 2 рет тоқтатқанымыз сол 16 жылға. Мен ойымша ол да жеңіс деп айтуға болады. Себебі оны бермеді. Бірақ әңгіме онда емес те, менің қынжылтатын, мені алаңдататын мәселе сәл-пәл бөлектеу. Неліктен сол жерді сатуға қойды? 15-ші жылы, 2015 жылы, ұмытпасам 2 қарашада парламент қабылдады заң. 1 миллион 1,5 гектар ауыл шаруашылығы жерін сатуға деп. Оның 6%-ын сатып та жіберді біз комиссия құрамында. Әңгіме соны сатуға қойған адамдар жазаланған жоқ. Ең қызығы. Демек, аналар халықтың көңілінен шықпайтын заңды жасады, қол қойды, бірақ ойбай кешіріңіз деп те сөз айтқан жоқ. Халық қарсы болғаннан кейін тоқтатты, ақыры енді халық жеңіп шықты ғой. Бірақ соны жасаған адамдар жазаға түспесе, ертең дәл осындай тағы да осындай жағдай қайтады. Мен сол алаңдатады көбінесе. Бізде сондай жауапкершілік жоқ та, жауапкершілік жоқ. Қазір енді сіз енді көп жылдан бері мына ұлт тағдыры қозғалысын басқарасыз. 7 бірдей осы бір демократияға қатысты кітап жаздыңыз. Соның ішінде қазақты қалай көтеруге болады деген кітабыңыз да бар. Осы ұлт тағдыры қозғалысының негізгі мақсаты не, және ол қазір қандай жұмыс істеп жатыр? Ұлт тағдыры қозғалысы 2005 жылы құрылды. Бұл бұрынғы азат қозғалысының не дейміз, адамдарынан, солардың белсенді адамдарынан, облыстағы азат қозғалысының басшыларынан құрылды. Біздер себебі азат қозғалысы тәуелсіздік алғаннан кейін ыдырай бастады, ыдырап кетті. Біз алдымызға қойған мақсатқа жеттік деп, бірақ қарасақ, не ұлттық мәселе шешілген жоқ, ұлттық құндылықтарымыз белгілі қайталап жанданған жоқ, қайталап орнына келген жоқ, жоғалтып алған. Не әділ қоғам құрылған жоқ, демократиялық дейміз бе. Сондықтан біз қайталап бас қостық та 2005 жылы. Алдымызға қойған негізгі мәселе әрине ұлттық құндылықтарымызды қайтып орнына келтіру. Бұл тіл мәселесі, қазақ мәдениеті мәселесі, оралмандар мәселесі деген сияқты. Бірақ әрине саясатқа да араласып жүрдік. Қазір бұл қозғалыс өзінің жаңағы не дейді, енді тоқтау деңгейіне жетті деп ашық айтуға болады. Біріншіден біздің жасымыз 70-ке келіп қалды. 2 адам Қызылордадағы қозғалыстың басшысы былтыр 80-ге толды. Биыл осы 5 мамырда Шымкент қаласында ұлт тағдырының басшысы 80-ге толды. Біз қазір бұрынғы деңгейде емеспіз, сондықтан қазір әрбір облыс жайлап жабылуға кірісті. Біз сондай бұйрық берілді. Біз өзімізге сондай алдымызға мақсат қойдық. Енді келешекте тағы ұлттық бағыттағы топтар, жастар шығатын шығар, оған шамамыз келгенше тәжірибе бөлісуге дайынбыз. Біз өзіміздің 18 жылғы жұмысымызды менің ойымша аяқтап келе жатырмыз қазір. Бірдемеге жеттік, әйтпесе жетпедік деп мен айта алмаймын. Шамамыз келгенше істедік. Халық шамамыз, мүмкіндігіміз болмаған нәрсеге ренжімеу керек. Шамамыз келгенге дейін, бірақ жұмысымызды істедік. Алланың алдында адалмыз дейміз ғой, сондай деңгейде. Тағы айтамын, бұл азат қозғалысының жалғасы есебіндегі өмірге келген қозғалыс. Республикалық қозғалыс, тіркелген қозғалыс. Жалпы қазіргі билікке, мемлекетке ұлтшылдық қажет па? Кей жағдайда тілді қорғап жатқан азаматтарды да үстіне қылмыс іс қозғап түрлі әрекеттер жасап жатады. Сондықтан менің өз басымның ойымша кейде біздің мемлекет осы ұлтшылдыққа қарсы жұмыс жасайтын сияқты, оның қажет емес сияқты. Бір кездері бір босатып қоятын сияқты да, одан кейін қайтадан қысып жібереді. Бұндағы мақсат не екен? Міндет. 19 жылы, маған мен Астанада жүргенде Берікуәли телефон соғады біз. Осы еке сізге Тоқаев мырза алсақ деп жатыр, келіп алыңыз Ақордаға деп. Сосын мен айттым, не қандай еңбегім үшін деп едім, тілге сіңірген, қазақ тіліне сіңірген еңбек. Мен айттым, мен оны да алмаймын деді, бастардан. Оны айқайлап шулап қояйын, бір хайп жасап, сондықтан мен бармай қояйын, алмай қояйын деді. Неге дейді? Мен айтамын, шындығында жаңа сен айтқан 30 жыл бойы осы билікпен соғысыппыз, осы тілімізді көтереміз деп. Сонда билік маған рахмет айтқан ыңғайсыз болады ғой деді. Бұл нонсенс. Сондықтан мен алмай қояйын, сендер бермей қойыңдар деп соған бастаттым. Айтқаның дұрыс, біздің билікте ұлттық бағыт мүлдем жоқ. Мүлдем жоқ. Себебі мен ойымша сол жерде отырған адамдардың бәрі негізінен қазақтың ауыр өмірін, отар кезіндегі жоғалтқан құндылықтарын әлі не түсінбейді, не білмейтін адамдар шығады. Қазіргі билікте жүрген, қазіргі парламентте отырған адамдар, қазіргі кездердегі үкіметте отырған адамдардың бірде-біреуі тәуелсіздік кезде мен өз басым көрген жоқ. Енді 88 жылдан бастап мен қоғамдық саяси өмірге араластым. Негізінен біздер тәуелсіздік бағытында жұмыс істедік қой. Өте қызық нәрсе де, тәуелсіздікке еш уақыттарда жаңағы бір емеурін білдірмеген, қолдамаған, не сол тәуелсіздік үшін күрестің арасында жүрмеген адамдар билікке келді 91 жылы. Сондықтан билік сол қалпында қалды. Бұрынғы коммунистік партиядан келгендер шапандарын ауыстырып,
демократ болды ма мен білмеймін, партияларын өздері жапты ма, қысқасы сол адамдар қайталап сол Кремльге қызмет еткен. Біздің отаршылдық кезінде жаңағы біздің билікте отырып болған адамдар, сол коммунистік партияның басшылары, енді басы Назарбаев болып, қайталап билікке келді. Өте қызық нәрсе. Былайша айтқанда бір түйе бір керуен кетіп бара жатып 180 градусқа бұрылған уақытта соңғы түйе бірінші түйе болу керек еді ғой. Бізде 180 градус бұрылдық қоғамдық, бірақ бірінші түйе қайталап бірінші түйе болды да, алға түсіп алып қайтып. Қысқасы биліктің ұлттық бағыты жоқ. Енді одан ренжудің де қажеті жоқ шығар, себебі өздері сондай адамдардың тобы биліктің басында отырғаннан кейін сондай жағдайда қалды. Қарапайым халық әрине ұлттық мәселені әлі күнге дейін айтамыз, әлі күнге дейін тоқтамай көтеріп жүрген адамдарымыз жеткілікті, бірақ билік оны қолдау жасамағаннан кейін, билік соған байланысты заң шығармағаннан кейін бар, біз қазір бір орнымызда жаңағы басшылыққа батып отырған сияқты болып отырған себебіміз сол. Сондықтан ашық айтайық, билік ұлттық мәселеге жүзеге асыруға құлықты емес, бір ауыз сөзбен айтып. Билікке мынау орыс тілді, орыс саналы немесе Еуропадан болашақ арқылы оқып келген жастар көп келіп жатыр. Осылардың көбеюінің кесірінен дейміз ба, бір алдағы 10-15 жылда біз өзіміздің ұлттық болмысымыздан айырылып қалмаймыз ба? Әлде тек қана билік емес, бірақ халық өзі сақтап қала ала ма? Ондай қауіп бар. Ондай қауіп бар да, ондай елдерде болған. Тәжірибеде, тарихта ондай елдерде болған. Тілдері жартылай атала тілге айналып кеткен елдер бар. Өздерінің ұлттық ерекшеліктерінен жартылай айырылып қалған елдер бар. Керек десеңіздер, өздерінің аттарынан, негізінен бірінші аттан айырылады екен. Фамилия қалады екен, аттан айырылады екен. Қарасаңыз, қазір анау Гонконг, Сингапурдағы аттарының бәрі американдық, фамилиялары қытайлық. Джеки Чан деген сияқты, Брюс Ли деген сияқты барлығы осылай өтіп кетеді. Кейіннен фамилиядан айырылады, бірте-бірте. Фамилиясы да кейін американдық болады. Джеки Чан ба, Джеки Смит болып кете береді. Бізде де қазақтарға досы келген. Менің қайын жұртым Батыс Қазақстан облысында. Сонда бір ғана ауыл, менің баласымның аты Светлана деп жазылған. Ол ауылда Катя бар, Саша бар, қазақтар. Сөйтсем, ол да келе жатыр екен жаңағы кеңес үкіметі. Егер біз тәуелсіздігімізді тағы бір 20 жылдан кейін алған уақыттарда жаңағы ауылдарда 80% орысша таулар кіреді. Одан кейін қазақ мектептерінің жабылып келе жатқанын біз жақсы білеміз. Бұл мәселе әрі қарап жылжи берген уақыттарда әрине ұлт жоғалып кететін жағдайға келеміз. Енді тәуелсіздік алғаннан кейін осының бәрін қалыпқа келтірудің орнына біздер шындығында да қайталап мүмкін орыстық деңгейімізді әлі ұстап қалдық. Енді бұған батыстық мәдениет, батыстың салт дәстүрі кіре бастады. Қазір енді әңгіме жаңа жылды тойлауымызды былай қойған уақытта біз қазір Асқабақ күнін тойлай бастайды кейбір мектептер, Хэллоуин деп, американдықтардың. Француздардан келген День Валентинді әлі күнге дейін біріне бірі хат жазып, махаббатты айтып, ол кіріп бара жатыр. Қысқасы бұлар сыналап кіре береді. Сондықтан ұлттың жоғалып кету қаупі әрине бар. Ұлттың жоғалып. Тек қана бізді бір сақтап отырған мәселе бұл демография. Демография негізінен. Сосын екінші біздің үлкен кемшілігіміз ұлттың алға бастайтын, осы ұлттық мәселені қолдарына ұстап жалауып жүретін бұл зиялы қауым, ұлттың зиялы қауым. Біз 90-шы жылдар оларды көрген жоқпыз. Ренжімесін маған. Жазушылар одағы бар, басқалар бар, біз оларды көрген жоқпыз. Олар билік не айтса соған жығылатын топқа айналып кетті да. Бұл енді шындығында мынау Алашорданың адамдарын 30 жылдар қырып тастағаннан кейін ойлады-ау деймін, жаңағы совет үкіметі енді бұларды тоқтаттық деп. Бірақ 50-ші жылдары тағы да Бекмахановтар бас көтерді, Есенберлер бас көтерді. Оларды соттады, жақсылап тұрып, 10 жылға, 25 жылға. Содан кейін барып билік түсінді. Бұларды атып, соттап жеңе алмайды екенсің. Ұлтшылдық бағыттағы адамдарды. Сөйтті де бұларға екінші тәсіл қолданды. Бұларға жазушылар одағын жасап берді, дом творчества салып берді, кітаптарын 100 000 тиражбен шығаратын болды. Содан кейін барып, мың сәлем саған, майым, коммунистік партияның арқасында деген өлеңдерменен кітаптар бәрі социализмге кете бастады. Қысқасы, тоталитарлық билік ұлттың зиялы қауымының бәрін жаңағы қай жақтан жел соқса соған жапырылатын қауымға айналдырып жіберді. Сондықтан біз 90-шы жылдарды көрген жоқпыз бірде-біреуін. Кеше ғана мысалы зорлық-зомбылық жөнінен заң бар, тағы басқа талқылап жатқан уақыттарда жазушылар одағы айқай шығарған жоқ, оны көрген жоқпыз. Тіл мәселесінде жазушылар одағын мүлдем көрген. Неге? Бұның бәрі үлкен біздің қасіретіміз.
біз ұлттың элитасы дейміз ғой, алдына қойып жүрген бұл ақылды адамдар, білімді адамдар, талантты адамдар саяси қоғамдық күрестен алшақ қалды. Қайта кей уақытта не дейміз, сол билікті қолдайды. Мен мысалы бір ғана мысал айтайын, 19-шы жылы ұлт тағдыры Әміржан Қосанов ұсынды ғой, жаңағы Нұр Отанның кандидатына қарама қарсы салу үшін. Сол уақыттарда ұмытпасам, Жүрсін Ерман бастаған айтыскер ақындардың қауымдастығы әлі Тоқаевтың бағдарламасы шықпай жатып, оны қолдаймыз деп жиын жасады. Одан кейін барып бір-екі күн өтпей жатып, соңында қолдаймыз деді. Нені қолдайтындары білмейді, себебі бағдарлама шыққан жоқ қой. Не Әміржанның бағдарламасы шыққан жоқ, не Тоқаевтың бағдарламасы шыққан жоқ. Бірақ қолдаймыз. Не деген ақымақтық. Біз осындай жағдайда әлі күнге дейін келе жатырмыз. Бұл үлкен бір қасірет. Біздің ұлт зиялыларының осындай деңгейде. Олардың көбісі қазір өздеріне не туған туысқандарына көшенің атын сұрау, мектептің атын сұраумен айналысып жүр. Мен соны естіген уақытта таң қалдым. Алматыда болған. Орден медаль сұрау, орден медаль деген бар. Иә, орден медаль сұрауменен біздің жігіттер қазақтың батырларына көшенің атын сұраса, атақты қазақтың бәрі аузына қарап отырған жаңағы зиялы қауымның адамы келіп өзінің баласына көше сұрайды екен. Не болмаса өзінің әкесіне көше сұрайды екен. Қараңыз, екі түрлі. Біреуі жай ғана қарапайым адамдар, олар өздерінің халықтың, ұлттың басшыларына, әйтпесе көсемдеріне жаңағы көше не мектеп сұраса, аналар өздеріне сұрайды. Міне әлі күнге дейін сол күйінше қалдық. Бұл да бір үлкен қасірет қазақ халқының. Мен білмеймін, бұл кейін өзгере ма, жаңа буын келе ма, зиялы қауымның жаңа буыны келе ме? Қалайым солай болсын деп ойлаймын. Сіздің мына саяси өміріңіздегі тағы бір қызықты тақырыптың бірі бұл Әміржан Қосановпен бірігіп, жаңа Әміржан Қосановты президентке ұсындық деп отырсыздар. Сіз Әміржан Қосанов арасында халықты алдады ма? Бұл бір. Екінші, сіз Әміржан Қосановқа сендіңіз бе? Үшінші, Әміржан Қосанов келген жағдайда билікте не өзгерер еді? Бірінші, халықты алдау туралы сөзге келейін. Жалпы президентке түскен адамды алдады деп қандай жағдайда айтады? Егер ол өзінің бағдарламасын халыққа көрсетіп, өзі президент болғаннан кейін сол бағдарламаны жасамаса, халықты алдады деген сол сөз. Өйткені ол алдады ғой, мен мынандай жасайын деді, халық оған дауыс берді, бірақ ол президент болғаннан кейін сол айтқанын орындамады, уәдесін. Бұны алдау деп соны айтады. Әміржан Қосанов президент болған жоқ. Сондықтан халықты алдады деп бұл жерге келмейді, мүлдем келмейді. Екіншіден, мысалы, ол сол сайлауға дейін, мысалы, Әміржан Қосановты мен онша білмейтін адам. Ұлт тағдырының мүшесі емес, бірден айтайын. Ұлт тағдырының өзінің мүшесінің ішінен біреуді саламыз ба деп едік, сөйтсек оның алдында 17-ші жылы біздің билігіміз жаңағы жер айқайынан кейін, жер дауынан кейін 17-ші жылы заңға өзгеріс енгізді. Президентке кандидат болатын адамдар да 5 жыл мемлекеттік қызметте болу керек деп. Ең ақымақ шарт. Басқа елдердің ешқайсысында жоқ. Сеніз дейді ғой, мысалы, сол елде 20 жыл тұру керек деген мысалы шарт болады. Әйтпесе жоғарғы оқу орнын бітіру шарт болады, президентке түсетін адамға. Қазақ тілін білу шарты бар бізде мысалы бар. Бірақ ешбір елде мемлекеттік қызметті жасаған адам ғана президенттікке түседі деген шарт жоқ. Халық кімді таңдаса, сол президент болады. Бірақ бізге жаңағы шарт арқылы біздің ұлт тағдырынан бірде-бір адамымыз президенттікке түсе алмайтын болып қалды. Сондықтан біз айттық оппозицияға, кез келген адамдарыңды ұсыныңдар, біз республикалық ұйым есебінде өткізіп берейік. Біздің сондай мүмкіндігіміз бар. Себебі заңда өзінің ішінен не болмаса басқа кандидаттарды ұсынуға болады бізде. Соныменен келген бір адам болды, Әміржан Қосанов. Мен осы сіздердің аттарыңыздан түсіп деп. Пожалуйста. Демек ол біздің мүшеміз емес. Бұл жеке батыр. Оның алдында 5-6 жыл бұрын бұл да өзі Тұяқбайменен бірлесе алмай бөлініп келіп жүрді ғой, жаңағы жеке саясаткер болып. Кейде өзін тәуелсіз саясаткермін деп жазып жүрді. Бірақ 22 жыл бойы оппозицияда жүргені рас. Енді біз де саясатта жүргенін білеміз ғой. 22 жыл бойы оппозицияда жүрген адамды неліктен ұсынбаймыз, егер ол барам десе. Сондықтан оның бағдарламасы өте жақсы, себебі оның бағдарлама жасауына жігіттер араласты. Егер ол президент болса, менің ойымша Тоқаевтан артық президент болатын айланы. Қазіргі президенттен артық болады. Себебі не дейді, ол жаңа командамен келеді, жаңа топпенен. Бізде жаңалық жоқ қой, бұрынғы не дейді, Совет үкіметінен кейінгі коммунистік партияның басшылары сол күйі келе жатырмыз ғой. Қазір 30 жыл бойы не дейді, Назарбаевтың заманы, Тоқаевтың заманы деген сөз емес. Бұл бұрынғы әкімшілік, әміршілдік жүйе келе жатыр сол күйінше. Сәл-пәл өзгеріс бар. Назарбаевтың кезінде авторитарлық бағыты басым болды. Қазіргі кездерде сәл-пәл не дейміз,
онда бір өзгерістер енген шығар, себебі Тоқаев өзін енді авторитар есебінде ұстамайды, бірақ биліктің жүргізілу тәсілі сол күйінше қалды. Және идеологиялық бағыт болсын, экономикалық бағыт болсын, сол адамдар қалды, сол басшылар. Мысалы, кеше екі облыста болған Бозымбаев вице-премьер болып келді ғой қайтадан. Бәрі сол бұрынғы адам ғой. Мәулен Әшімбаев мен өте жақсы сыйлайтын адам. Ол да сол бұрынғы орында қалды. Ерлан Қарин 5 жыл бойы Нұр Отанды хатшысы болған адам. Енді осылардан қалай жаңа қазақстан шығар? Мен енді басқа жағынан басқа сұрақ шығар. Сондықтан сол күйінше қалды. Демек, егер Қосанов келсе, оның бұрынғы 22 жыл бойы оппозициялық саяси бағытын ұстанатын болатын болса, менің ойымша, ол тек қана қуаныш жағдай. Және менің ойымша халықтың көпшілігі оған дауыс берді. Әділет өтсе, кем дегенде екінші тур болатын айдан анық. Сондықтан мен не дейді жаңағы әңгіме былайда, ұлт тағдырының атынан сайлауға түсеміз бе деген сұрақ қойдым да мен, біздің өзіміздің басқарманы жинап алып, жұрттың көзінше, журналистердің көзінше. Мен айттым, екі мәселе болады. Бірінші, ұлт тағдыр сайлауға араласа ма? Екінші мәселе, егер араласатын болса, Әміржанды қолдаймыз ба деген. Біріншісінде сайлауға араласа ма деген уақытта бәрі қол көтерді, мен жалғыз қалдым, жалғыз өзім қарсы болдым сайлауға араласуға. Мен өзіміздің күшімізге сенемін. Өйткені анадай үлкен республикалық деңгейдегі науқанды жасым 70-ге келіп қалай жүзеге асырамыз деген менде бір қорқыныш болған айды. Сондықтан кейбіреулер дос көшім осының бәрі ұйымдастырған деген нәрсеге тағы да айтып айтамын, мен қарсы болдым сайлауға түсуге сол уақытта. Бірақ жігіттердің бәрі сайлауға түсеміз деген уақытта мен жұмыс істеуім керек. Төраға деген бұл жұмыс істейтін адам, ол көсем емес. Менің айтқаным болмайды. Мен Назарбаев ұлт тағдыры Нұр Отан емес. Бізде көпшіліктің дауыс беру арқылы шешіледі. Демек, мен қарсы болсам да көпшілік түсіреміз деді. Ал бірақ Әміржан Қосановтың кандидатурасын қолдаймыз ба дегенде мен қолдаймыз. Өйткені түсетініміз анық болғаннан кейін одан басқа адамды мен көрген жоқ, шынын айту керек. Сондықтан менің ойымша бұған мен өкінбеймін да, осы мәселені араласқанымызда мен қазір өкінбеймін. Себебі біріншіден біз үлкен республикалық науқаннан сүрінбей өттік. Біздің жігіттер 9 облысты басқарып отырды осының бәрін. Бұл тәжірибе мектебі болды. Екіншіден, ұмытпасам, бір ақылды адам айтып еді, Әміржан Қосановтың түскенінің бір үлкен пайдасы болды дейді. Ең болмаса билік халықтың қанша пайызы өзіне қарсы екенін көрді. Өйткені билік бәрі 16% берсе де біледі ғой, нақты қанша пайыз алғандарын. Демек, осының өзі үлкен плюс. Және халық қалай көтерілді? Әрбір облыстарда бақылаушылар дайындалды. Біраз нәрсені жасады. Егер Әміржан Қосанов түспеген уақытта оның бірде болмайтын. Одан кейін мысалы соңғы сайлауда Тоқаевпен бірге бір 5-6 адам түсті ғой енді. Бірақ ешқандай сайлау енді бір бәсекелес болған. Ана жерде бәсекелес болды. Халықта бір ой пайда болды. Жеңуге болады екен ғой. Тек қана сайлаудың әділдігі. Бұл жерде Әміржан Қосановтың мойындамағанда тұрған түк жоқ. Бұл оппозицияның көтерген мәселесі, Әміржан Қосанов мойындамады деген мәселе, соған реніш пайда болды. Әңгіме онда емес. Әміржан Қосанов оны мойындасын, мойындамасын. Ең соңғы нүктесін қоятын сайлау комиссиясы. Себебі Әміржан сағат 2-де мойындады ғой. Барлық бюллетень жатыр, урнада. Оның бәрі естілді. Енді ол мойындады, не мойындамады. Мен оған айттым кезінде. Сайлау біткеннен кейін сайлау комиссияларының бәрі 9. Содан кейін не айтсаң оны айт. Бүкіл менің даусым Тоқаевта берілсін де маған бәрі. Себебі бәрі қанаяқта жатыр. Ертең сен президентінде шығасың. Бірақ кім тектейді, кімнің қолында сайлау жәшіктері? Әңгіме сонда ғана. Енді сол кезде Әміржан Қосановты қолдаған Айдос Сарым, Ринат Заитовтар депутат болып қазір мәжілістің төрінде отыр. Сіз ғана қалып қойдыңыз, сізге ұсынбады ма, жоқ әлде өзіңіз барыңыз келмеді ме? Былайда біріншіден мен 33 жасымда 88 жыл саясатқа араласқан уақытта сол жерде айтқан талай сөзім бар. Мен билікке бармаймын. Заң шығарушы билікке де, атқарушы билікке де бармаймын деп. Мен өзімді саяси ағартушы есептеймін де өзім көбінесе. Мен халыққа саяси жағдайды көргім келеді. Жолдарын тағы басқа. Егер адам жоқ болсам, мен партия құрдым. Кеңес үкіметі бар кезде 90 жыл саяси партия құрдым. Мен қозғалыс құрдым. Мен үлкен қоғамдық үкіметтік емес ұйымдарды басқардым. Мен де практикалық жағынан араласам, бірақ билікке өз басым еш уақыттарда барам деп айтқан емес. Бұл менің таңдауым емес. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе сол
19 жылғы сайлаудан кейін енді мені әрбір комиссияларға шақырып тұратын. Шындығында бір үлкен анау мынау 19 жылдан кейін не Әміржанды, не мені, не жаңағы бізді қолдаған адамдардың бірде біреуін енді ешқайда шақырмайтын болды да. Мен оған қуанбасам ренжімеймін, себебі қолымыз біраз босап қалды. Бірақ шындығында да көптеген мысалы ел бірлігі доктринасындағы жазу комиссиясына кіріп жұмыс істедік. Қоғамдық палата 5 жыл бойы соның мүшесі болдым. Қысқасы кейбір нәрсе. Қазір мен тек қана терминологиялық комитетте істеймін, мүшесімін. Сосын енді жақында ғана жабылған бұл репрессиядан оны толық ақтау комиссиясы бар ғой. Президенттік жағынан құрылған. Мен сол комиссияның мүшесімін. Демек басқа жағында мен қазір жоқпын, және тағы да қайталап айтамын, білмеймін, бұл биліктің реніші шығар маған деген, әйтпесе Досекең тағы бірдемені бүлдіреді деген қорқыныш шығар, мен ондай жағын онша білмеймін. Бірақ тағы да қайталап айтамын, мен ешқандай билікке барғым жоқ. Мен ол еркіндіктен артық ешнәрсе көре алмаймын да. Мен мысалы қазір аңға шығып кетемін. Қазір жолдастарым шақырамын, әйтпесе туған туысқандарыма баратын сондай бір рахатқа келдім. Айтатын сөзімді ашық айтамын, жазатынымды ашық жазамын. Одан артық не қандай рахат керек? Мен таңғаламын да, әкім болу, президент болу дегеніміз бір темір тордың ішіне түскен сияқты да. Қол аяғын байлаулы жауапкершілік бір жағынан, екінші жағынан өзіңнің алға қойған еш нәрсеңді жаза алмайсың, айта алмайсың, есіңізде болсын. Өйткені биліктің бағытындағы сөзді айтуымыз керек. Мен қазір өзімнің неге Барыс медиадағы каналыма шақырамын ғой, сонда көптеген жолдастарым айтады, Досеке, мен директормын ғой, мен мына жерде бірінші басшымын ғой, мен ондайды айта алмаймын, оның орнына басқа біреу дегенді ести бастадым да. Демек сен ана жерде отырсаң, сенің еркіндігің де шектеледі. Сондықтан оған ренжімеймін, және оған ұмтылған да жоқ. Мен үшін ол ешқандай атақты емес, даңқ емес. Сіз енді сонау 80 жылдан бастап саяси оқиғаларға белсенді араластыңыз, Қонаевтың заманын көрдіңіз, Назарбаевтың заманын көрдіңіз, Тоқаевты көрдіңіз. Былай айтқанда Кеңес одағы, ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан үшеуін салыстырып жіберсеңіз, бір өзгеріс бар ма сіз үшін, жоқ әлде біз әлі сол жүйемен келе жатырмыз ба? Жоқ, сәл-пәл өзгеріс бар әрине. Мысалы, қазір екеуміздің айтып отқанымыз, талдап отырғанымыздың өзі осы өзгеріс. Бұрын мысалы Совет үкіметі кезінде бұндай талдауға ертеңде қалып кететін еді ғой біз. Бұл сәл-пәл өзгеріс бар екені анық. Бірақ біз күткен өзгеріс емес ол. Себебі осы не дейміз, күрес деген сөз тым жаңағы бір айтылып ақжем болып қалған сөз сияқты. Дегенмен осы іс-әрекетіміздің негізгі бағыты екеу тұғын. 90-шы жылдардың басынан бастап екеу. Біреуі ұлттық мемлекет құру, қазақ мемлекеті. Өйткені француздар француз мемлекетін құрды, итальяндықтар итальян. Қысқасы 99% мемлекеттер бұлар ұлттық негіздегі мемлекеттер. Біз қазақ мемлекетін құру біздің мақсатымыз. Біз оған жеткен жоқпыз, өкінішке орай. Қазір не дейді, көптеген ас мәзірін қазақша таба алмай отырмыз ғой жаңағы. Соттасып қайта заң шығарып. Екінші бағытымыз әділетті қоғам. Биліктің жүйесін әділетті қылу. Бұл енді бір ауыз сөзбен демократиялық институттарды орнату. Оған да жеткен жоқпыз. Себебі бұл коммунистік партия енді қазір ата-манат бола ма, Нұр Отан бола ма білмеймін енді. Бұлар билікті алған топтың партиясы, олар неше түрлі аттарын қоя береді ғой. Бұлар демократиялық институттарды жасағысы келмейді, орнатқысы келмейді. Себебі ертең олар биліктен айырылады. Екінші бәсекелес топ келеді. Сондықтан олар оған жібермейді. Қысқасы біздің алға қойған екі мақсатымыздың екеуі де орындалып жатты. Сондықтан қандай заманды көрсек те күрестің бағыты сол күйінше қалды, өкінішке орай. Осыған жеттім, ал мен бітті кеттім деп айта алмаймын. Елімізге енді бір үлкен өзгеріс әкелген деп айтады, енді оқиғалардың бірі қаңтар оқиғасы. Осы қаңтар оқиғасы туралы не айта аласыз? Оның саяси салмағы мемлекет үшін қандай болды, және халық үшін қандай өзгеріске әкелді, және осы уақытта дос көшім қайда болды? Қаңтар оқиғасынан біз ең бірінші сабақ алуымыз керек та, саяси сабақ алу. Мен қайда болды десең, сол 5 күні маған үйіме келіп бір сұхбат алып кетті, Евразия каналының баса. Содан кейін барып, мен үйде отырып 9 облыспенен байланыста болдым да, бүкіл ақпараттарды мен нақты сол алаңнан алып отырдым. Және әр облыста аламын. Менің қолымда көптеген сол минутында, сол секундында хабарлар келіп отыр. Менің сол жерде болғаным және дұрыс болды. Жаңағы үйде отырып бәрін көріп отырған. Сосын ең алғашқы сараптама үлкен материалды мен жазып шықтым, оны ұмытпасам 17-сінде Жасалашқа жарық көрді. Былайда бұл бір стихиялық түрдегі болған революцияға жақын
бірақ кейін аяқ жағы бейберекетке ұласқан халықтың ашу ызасының көрінісі. Бір ауыз сөзбен жаңаөзенді қолдаймыз, жаңағы газ деген сияқты менен халық көшеге шықты, қолдау митингісі болды. Бірақ аяқ жағында билік өздерінің дайындап қойған арандатушыларын жіберді. Бұлар оның алдында жаңаөзенде де сондай әдіс қолданған. Сол арандатушылар аяқ жағын жаңа не дейміз, дүкендерді қирату, банкоматтарды қирату, ғимараттарды өртеуге алып кетті да, соныменен бейберекет аласапыранға ұластырып жіберді. Бұл билік үшін өте жақсы жол болды осындай. Егер ондай нәрсені жасамағанда билік, халық жиналып бірдемені талап етсе, саяси талап қоя ма, басқа қоя ма, онда бұл саяси тәсіл есебінде қолданылады. Митингіні саяси тәсіл есебінде қолдану деген сол. Бірақ соған жеткізбеді. Екіншіден, ол митингін ұйымдастырғанда ешкім болған жоқ. Ұйымдастыратын саяси күш жоқ. Кім ұйымдастырды деп айтса, қазір білмеймін. Мысалы, жер дауын кім ұйымдастырды десе, мүмкін енді қаза берсе бір жерден шығатын шығар. Ал бұл жерде ешкім жоқ. Шыққаннан кейін әртүрлі көсемдер пайда болды. Біреулер уақытша үкімет құрды, алаңда тұрып, біреулер тағы бірдеме қылды. Бұның ішіне шындығында діни бағыттағы фанатиктерді араласып кетті. Бұның ішіне дейміз, оппозицияның да кейбір өкілдері болды. Бұның ішінде ашу ызамен келген жай қарапайым халықта болды. Қысқасы, бір нәрсеге менің көзім жетті. Егер сен халықты көтеретін болсаң, оны басқара білуің керек. Тырп еткізбей басқара білуің керек. Ешкім бір шөпті жапырмау керек, бір терезе сынбау керек. Сондай ұйымдастыра білу керек. Біз ондай деңгейде болған жоқпыз. Бұның да өзінің объективті себептері бар. Себебі 30 жыл бойы бізге митинг жасатқан жоқ. Митинг жасайық десек жоқ болмайды. Рұқсат берілмейменен келдік. Біз митингінің мәдениетін үйренген жоқпыз. Бұл соның көрінісі. Екіншіден, билік бізге бұл қаңтар оқиғасын КНБ-ның басшысы Масимовтың мемлекетке төңкеріс жасау үшін ұйымдастырған деп қазір түсініп отыр. Қазір біз осы гипотезаны мемлекеттік идеология есебінде қазір жүргізіп жатыр. Мен бұған толық қарсы. Біріншіден, егер мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік комитеті бірдеме ұйымдастыратын болса, жаңағыдай қырғын қалып бармайды. Олардың технологиясы, олардың қолдарындағы аппараттары, қару-жарақтары жаңағы келтекпенен жаңағы найза алып шығатын емес. Олар бүкіл үкіметтің мүшесін бір сағаттың ішінде жоқ қылып жібере алады. Қалай болса солай. Демек, ешқандай. Екіншіден, егер шындығында да ұлттық комитет бірдеме ұйымдастыратын болса, олардың неге 4 адамы сотталып, Масимовпен бірге 3 орынбасары. Онда дәл осындай жағдай, мысалы, ұмытпасаң, осыдан 10 жыл бұрын Түркияда да болды. Сонда Ердоған осындай төңкеріс жасайды дегенде, ұмытпасам 20 мың адам сотталды. 20 мыңға жуық. Бізден 20 мың демей-ақ қояйық, енді кем дегенде бір 3-4 мың КНБ-ның адамдары сотталар еді. Егер шынымен олар мемлекет төңкеріс жасайтын болса. Қайдағы мемлекет төңкеріс? 4 адам жасайын деп отырмай, мемлекет төңкерісте адам миына келмейтін нәрсе. Үшіншіден, егер мемлекеттік төңкеріс болатын болса, ол негізінен Астанада жасалады. Неліктен жаңағы Шымкент, Қызылорда, Жамбыл, Алматыда болды. Егер мемлекеттік төңкеріс болса, неліктен Нұр Отанның ғимараттарын өртейді? Неліктен әкімшілікті басып алады? Саяси түрде келіп, егер шындығында мемлекеттік төңкеріс жасайтын болса, әкімшілікті басып алғаннан кейін олар есік-терезені жауып талап қою керек. Барлық жерде болатын нәрсе. Жоқ, олар келді, өртеді, кетті. Қайдағы мемлекеттік төңкеріс? Бұның ішінде айтып отырмын ғой, халықтың ашу ызасы бар. Бұған арандатушылар араласып, жаңағы быт-шыт болып кеткен мәселе. Сондықтан бұдан бәріміз сабақ алуымыз керек. Билік те сабақ ала білу керек. Және не дейміз, осындай оппозициялық бағыттағы саяси күштерді менің ойымша үлкен сабақ алған дұрыс сияқты. Енді қазіргі кезге оралсақ, біраз мәжілісте өзгеріс болды деп, жаңа Мақсат Толықбай, Ринат сияқты біраз азаматтар шырылдап жаңағы айтып жатыр. Бұрын енді ондай қатты бір еркіндік депутаттарға берілмеген сияқты еді, қазір берілген сияқты. Бұл саяси ойын ба, жоқ әлде расында мәжіліс сәл кішкене халыққа қарай бетбұрыс жасады ма? Бұл былайда мен оның алдында осыған байланысты, осындай өзгерістерге байланысты бір терминім бар тұғын. 80-20 деген термин. Билік өздерінің қолдарында 80% ұстап тұрады, карт бланш дейді оны. 20% өздеріне жаңағыдай қарсы дейміз бе, әйтпесе соны бір пікір айтып жүрген адамдарды жібереді. Халыққа көрсету үшін, міне бізде де демократия бар, міне айтып жатыр, міне бірдеме жасап жатыр деген сияқты. Бірақ өздері негізгі мәселені ұстап тұрады. Жаңағы бар жатқан азаматтар, шындығында қарап болсаңыз, өзің айтқандай жаңағы Мақсат Толықбай бар ма, Ринат Зайытов бар ма, Айдос бар ма, Ермұрат Бақи бар ма, қарасаңыз, сол 10 адамнан басқа адам жоқ сияқты болып қалды қазір. Оған еділ жаңағы бір шынды қосайық, басқалар не істеп жүргенін мен білмеймін. Әңгіме былайда, бұл жаңағы 20% мен айтқан.
20%-ды 80% ұстап отырады да. Бізде осындай жеке батырлар, жеке тұлғалардың баруынан ештеңе шешілмейді екен. Себебі олар бірде-бір заң өткізген жоқ, қазір 1 жылдан асып кетті. Бір заңды ұсынды ма? Мысалы, Айдос Сарымның өте көп айтып жүргені, біз жаңа Қазақстанда бәріміз бірге болдық қой. Ол ашаршылық мәселесін заңдастыру керек. Бұл геноцид деген мәселені көтеріп жүрді. Америкаға барғанда да соны айтты, Европарламентте де соны айтты. Енді барғаннан кейін осыны заң есебінде ұсынбай ма? Қазбек Иса мысалы мемлекеттік тіл туралы заң жобасы дайын, біздің жасағанымыз тұр ол. 5 газетке шыққан, осы 11 жыл біз дайындағанбыз. Мен сол топтың басшысы болдым. Соны неге ұсынбайды, соны неге өткізбейді? Ермұрат Бапи мысалы, не дейміз, Ресейден келіп жатқан ақпараттардың ағынын шектеу туралы мәселе жөнінен заң дайындамайды. Қысқасы, мен біріншіден білмеймін, шындығында олар сондай бір бастама көтерді ме жоқ па, бірақ егер сондай бастама көтерсе де 80% дауыс берген уақыттарда оларды басып тастап отыра береді. Қысқасы, бұлардың жұмысы кейде банкінің ішіндегі айқай сияқты. Үстіне жауып қояды, айқайла, келген министрлерге қатты сұрақ қой, су тасыған жерге барып, жаңағы аралас, бәрін істей бер. Бірақ билік жүйесін бұздырмаймыз. Себебі 80% отырмыз. Оның ішінде ОСДП-ның адамдары да бар. ЖСДП дейміз ғой, социал-демократтарымыз бар. Оның ішінде жаңағы не дейміз, оппозиция болып деп жүргендер де бар. Олардың бәрі бір жерге бәрі жиналды. 6 партия, бұның бәрі қолда жасалған ғой, бәрі өткізгендер. Сондықтан олардың бәрі отыр. Сондықтан жаңағы жігіттерге мен кей уақыттарда жаным ашыды. Өйткені ана жерде отырып, олар түсіну керек та, қолдарынан нақты бір іс келу өте қиын. Ондай мүмкіндік бермейді. Керек десеңіздер, заң жобасын ұсынуға құқы бар ғой, кез келген депутат. Бізде оған да бөгет жасап қойып. Сен егер мысалы бір заң жобасын алып, мен өзім ұсынамын, мынау халыққа керек, мысалы мемлекеттік тіл туралы заң жобасын ұсынамын дедің де, ол фракциядан өту керек. Фракция саған ұсынып етпеуі мүмкін. Екінші, фракциядан өттім дейді. Бюро жасап қойыпты қазір, бұл соңғы жаңалық, парламент бюро жасаған. Бюроның ішіне 5 комитеттің басшысы кірген және фракцияның басшылары келген. Олардан өту керек екен сенің бастама. Қысқасы, заң бойынша конституциялық депутаттың кез келгені заң жобасын ұсынылады, ал іс жүзінде жаңағы шектеулер арқылы ұсына алмайды. Сондықтан мен жаңағы сіздің оның алдында сіздің сұрағыңызға берген жауабым дұрыс. Оған барып мен жүйкемді құртқанша, қолына түк келмей тырбаңдап, айқайлап даусымды артқанша, кешіріңіздер, мен таза ауада жүріп өзімнің ойымды, пікірімді айтқаным дұрыс та. Сондықтан ол жігіттерге мен ешқандай ренішім жоқ, қайта шамасы келгенше айтып бірдеме жасап жатыр, бірақ олардың қолынан ештеңе. Саяси күш болып келген жоқ та бұлар. Жеке батыр. Абзал Құспан жеке батыр, өзінше. Қазбек Иса тілдеп жеке мияқтан бар. Ринат Зайытов неге жалақының аз мөлшері деп ол ана жақтан айқайлап жатыр. Ермұрат Бапи мына жақтан айқайлап жатыр. Неге Самат Әбішті дұрыстап соттамадыңдар деп. Бірақ бұл саяси күш есебінде біріккен топ емес қой келген. Егер бір 20 адам келсе, бір партияның 20 адамы келсе, онда талқан шығару мүмкін еді, парламентті өзгертіп. Қазір ондай жағдай жоқ. Билік соны түсіне отырып жағылар жіберді. Бізде енді мысалы қазіргі уақытта нақты оппозициялық ешқандай да бір күш жоқ екені белгілі. Қолдан жасалған құрылымдық күш жоқ. Құрылымдық күш жоқ. Ресейден нақты қауіп бар. Себебі Ресей алдына нақты мәселе қойып отыр. Бұрынғы кеңес үкіметін қайтып құру. Басқа атпен ба? Ол үшін олар территорияны қоса бастады. Бұл бұрынғы 90 жылдан бастап бұлардың стратегиялық жоспары мынау. Приднестровьені алып былай қойды, білесіздер жаңағы. Кейіннен жайлап Қырым бармау, Донбасс па, Луганск мау, бұлар жайлап жинап жатыр. Оның ішінен оның не дейді жаңағы көзінен Қазақстан тыс қала алмайды. Қазақстанның жері, территориясы тыс қала алмайды. Қазір олар ашықтан ашық солтүстік Қазақстанның территориясын Қостанаймен қосқан уақыттарда соны ашықтан ашық Ресейдің көптеген жай азаматтары, қарапайым халық біздің жеріміз деген гәптен сендіп қойды. Миларына кіргізіп қойды. Путин айтқаны бар ғой, біз талайға жаңағы не дейміз, сыйлыққа берген территориямыз бар. Одан кейін барып олардың ғалымдары айта бастады, дәлелдей бастады, тарихшылары дәлелдей бастады. Қысқасы, бұл жаққа деген Қазақстанның бір бұрышта деген қауіп сейілген жоқ, қайта күшейе түсті. Егер Украинаның талқаны шығарса, жаңағы күш соғысқа әбден үйренген тәжірибелі. Естеріңіздер, біз Германияны жеңіп болғаннан кейін Жапонияға бас салды ғой. Дәл сол сияқты ертең не Молдоваға, не Қазақстанға келуі әбден мүмкін. Себебі халықты дайындап қойды. Бұл ақпараттық соғыс дейді ғой, ақпараттық соғыс
жүріп жатқанына кем дегенде 10 шақты жыл болып қалды. 14 жылдан бастап жүріп жатыр ақпараттық соғыс. Соның бір нысанасы мишень бұл Қазақстан. Оны ашық айтуымыз керек. Сондықтан әр уақыттарда біз дайын болуымыз керек. Құдай бетін аулақ қылсын дейміз. Қазіргі кездерде екі жаққа да бір дейміз деп отырған енді саясаттан басқа қазір қолымыздан қалмады. Себебі бізде Украинаның біз жартысына жете алмаймыз да, біздің әскери күшіміз, біздің мүмкіндігіміз басқа деген сияқты. Бірақ дәл Украинадағы жағдай Қазақстан. Дәл жағдай. Біздің ішкі жағдайымызда және соңғы уақыттардағының бәрі Украинаға шабуыл жасардың алдында болған іс-әрекеттің бәрі біртіндеп келе жатыр. Мен содан қорқамын. Кәдімгі қадам-қадамменен. Ағылшындар айтады ғой, step by step. Шағым сонда келе жатыр. Мен содан қорқамын. Өйткені ертең мынадан кейін мынау болатынын біз біліп отырмыз. Кезінде менің әкем бізде енді Қызылордада көбінесе қылтамақтың қайтыс болады ғой. Сол ауырып жатқан уақыттарда шешем айтқан, енді мынадан кейін мынандай жасаймыз, мынандай кезде мынандай арқасынан мынандай қойып отырамыз, мынандай. Қысқасы дәл сондай сияқты біз көріп отырамыз да, неден кейде болмайды. Бұл жақындап келеді. Енді мына тіл мәселесіне қайта оралсақ, латын алфавитіне сонау экс-президент Назарбаевтың кезінде бастамасы басталды да әлі күнге дейін осыны латын алфавитіне көше алмай отырмыз. Мемлекеттік тіл туралы айғайлап айтқанымызбен, мысалы Францияда француз тілі мемлекеттік тілі, Ресейде мемлекеттік тіл туралы заң бар, қаншама ресейліктер отырса да, Қазақстанда оған әлі мүмкіндік бермей отыр. Екіншіден, Қазақстан халқы ассамблеясы арқылы біз қазақ ұлтымыз емес, қазақстандық ұлтпыз деген идеологияны қалыптастырғысы келіп тұрған жағдайларда бар. Сондықтан да біздің мына алдағы уақытта тіл мәселесінің хал жағдай не болады? Былайда жаңағы тіл жұмыс істеу үшін тілге қажеттілік керек екен. Қажеттілік бар ма, жоқ па? Мысалы, қазақ тілін білмей-ақ бізде енді президент болмаса да президентке дейін жетуге болады да, қазақ тілін білмей-ақ. Дәл осындай жағдай не Франция, не Англия, не Италия, не Россияда бар ма? Ешбір елде жоқ та. Өзінің мемлекет тілін білмей, не дейміз, декан болу, әйтпесе депутат болу, әйтпесе жай ғана қарапайым бір корпорацияның бастығы болу жоқ. Бізде ғана бар. Сондықтан тілге қажеттілік жоқ. Тілге қажеттілік жасаудың екі жолы бар, мен оны көп айтамын. Біреуі заңдық жол, жаңағы заңның ішінде осының барлық талаптар болады. Екінші халық. Халық барлық қазақ тілді азаматтар егер мемлекеттік тілді аяғынан тұрғызам деп тек қана қазақша сөйлеп, қазақша жазып, қазақша талап етсе, онда болады. Бірақ біз де жартылай орыстанып кеткен халықпыз. Бізге орыстанудың саясаты басқа республика қарағанда ең өтіп кеткен біз екенбіз. Қанша халықта келіп бізге кіргізді, тың игеру кезінде, оның алдында 40-шы жылдардың аяғында деген сияқты. Біз сол арқылы шындығында да өзімізді енді мен Латвия, Литва мен әйтпесе Грузиямен салыстыра алмаймыз да, біздің орыстану деңгейіміз. Біз содан құтыла алмай отырмыз. Біріншіден, екіншіден, соның бәрін жүзеге асыратын, тілге қажеттілік жасайтын биліктің секілді жаңа айтты. Бұлар ұлттық мәселеге келгенде мүлдем аузын ашпайтын, не болмаса ұлттық мәселе жоқ деп ұғатын азаматтардан тұрады. Азамат деп айтуға аузым бармайды, бірақ ішінде жақсы да жаманы бар ғой, бірақ негізі биліктің бағыты, егер ұлттық бағыты жоқ, билік қалайша тілді көтереді. Және екіншіден біз мынаны жақсы. Егер ертең қазақ тілі орыс тілі деңгейіне жетсе, асып кетті деп айтпаймын, орыс тілі деңгейіне жетсе, қолдау деңгейі, онда бізді басқарып отқан азаматтардың 80% жұмыссыз қалады. Олардың балдарының 90% жұмыссыз қалады. Олардың немерелері Швейцарияда оқып жүрген 100% жұмыссыз қалады. Сондықтан олар қазақ тілі жоқ. Бұны жасырын сабақ ашты. Заң шығармау, мемлекеттік тіл деген заңды шығармауға байланысты қанша іс-әрекет жасалып жатқанын халық білмейді. Жоғары жақта нақты мемлекеттік тіл деген заң қабылдатпауға байланысты нақты іс-әрекеттер жасалып жатыр. Үлкен біздің жаңағы ел басқарып отқан азаматтар соған қарсы. Себебі олардың бала-шағасы бар. Шкурный вопрос деген бар орыстан. Қарынның қамы, өзінің жеке басының қамы, өзінің балдарының қамы. Егер біз ең болмаса мынау депутаттың, әйтпесе мынау министрдің баласы қазақ мектебіне бармайды деген уақытта ойбай масқара екен дегенді естісек, сонда жағдай өзгеретін шығар. Бізге жоқ, қазір бәрі орыс мектептеріне балдарын береді, теледидарға келіп мемлекеттік тілді әрі қарап дамытамыз деп соғады. Бұл да баяғы біздің нелер сияқты да, зиялы қауым сияқты. Мен университет бітіргеннен кейін Каспийге сабақ беруге жібердім. Бірде мұғалім болдым да. Сонда әрбір сабақтың
соңында бір 10 минут қалдырамын да ұлттық мәселе жөнінен айтамын. Сол уақытта сол өзім жұмысымды бастадым. 81 жылдан бастап. Сонда бір күні соны сайрап отырмын ғой, қазақ тілі, ұлттық мәселе деп. Сөйтсем бірінші курстың алдында бір қыз қолын көтеріп, ағай сұрақ қояйын, не болды? Ағай, сіздің балаңыз қай мектепте оқиды деді, қай тілдегі мектепте оқиды деді, студент. Мен айттым, менде әлі бала жоқ, ол уақыттарда әлі баламыз жоқ. Бірақ әрине егер балам болса қазақ мектебінде оқиды. Оны неге сұрадыңыз десе, сіздер сөйтіп айтасыздар, балдарыңыздың бәрі орыс мектебінде оқиды ғой деді. Сосын ойланып қарадым да, сол уақытта қазақ тілі кафедрасындағы 10 мұғалім бар. Солардың бәрін ой елегінен өткіздім да жағамызда. Сол уақыттарда не дейміз, Ғабит Мүсіреповтің қызы орыс мектебі, орыс факультетінде оқиды. Менімен бірге, бірақ орыс группасында Олжас Сүлейменовтің қызы Мәдина Сүлейменов оқыды. Сағынғали Сейітовтің қызы Дилара оқыды. Әбдіжамал Нұрпейісовтің қызы оқыды. Қысқасы, барлық Алматыдағы біздің аузына қарап жүрген адамдарымыздың бәрінің балдары орыс мектебінде. Бізде қазір дәл сондай жағдай. Бірақ мен білмеймін, енді зиялы қауымды былай қойғанда, әңгіме биліктегі адамдар, биліктегі министрлердің бәрінің, осыларды халық қарап ұстап отыратындай халықта не жігер жоқ, не күш жоқ, не бір топ жоқ осындай нәрсені бәрін көрсетіп, ұят екен, мынандай қылып қозғау жоқ осыны. Және осыны айтатын ең бірінші жазушылар болу керек, академиктер болу керек, зиялы қауым. Олар өлсе де айтпайды, себебі өздерінің балдары мен немерелері орыс мектебінде, орыс балабақшасында оқиды. Сосын барып, әрине олар теледидардан сайрайды, жазады, қазақ тілі жасасын дейді. Бізде менен жақсы айтады ондай мәселені. Өткен жолы бір қызық нәрсе болды, осыдан бір 6-7 жыл бұрын Құлмұхаммед келіп, Алматыда үлкен бір отырыс болып, 40-қа жуық адам кіретін бір комиссия құрамыз деді, әлесінде жаңағы кітапханада, ұлттық кітапханада. Сөйтіп еді, анау кірсін, мынау кірсін деп адамдар көп жазылып жатыр ғой, кілең ақсақалдарымыз отырып көрді деп. Менің өзі сәл-пәл болса қырсықтығым бар, сосын мен қолымды көтеріп айттым да, бір жағы әзіл, бір жағы шын айттым. Былай қылайық дедім, ана комиссияға, қазақ тіліне байланысты жасалып жатқан бұл комиссияға кіретін адамдардың балдары орыс мектепте оқитын болса, ол комиссияға кірмесін. Балдары, немерелері орыс мектепте оқиды. Сөйтіп едім, шалдардың бәрі мені жеп жіберетіндей қарады да, 90%. Соған қараған уақыттарда мен дөп тиген болуым керек. Мен сол адамдар жаңағы комиссияның құрамына кіріп отырды. Олар өздерінің немерелерінің алдында жауап бермейді. Немерелерінің болашағы бұл біздің ұлттың болашағы. Олар өздеріміздің мынау балдарымыз оқысын, жаңағы ертең Англияға барсын, келсін, жақсы жұмыс істесін, қазақ тілінің қажеті жоқ қой. Қазақ тілінсіз-ақ ол министр болады екен. Әңгіме сонда болып отыр. Иә, менің де қызым Англияда оқып келді. Оқуды бітірісіменен Алматыда жүр, әлі қызмет жасап. Домбырасын құшақтап кеттім Америкаға 16 жасында. Мен білмеймін, олардың балдарының қандай деңгейі. Сонда бұдан туындайтын сұрақтың өзі мына мемлекеттік қызмет туралы заңға, жалпы мемлекеттік қызметке үлкен бір реформа керек сияқты. Қазір біздің мемлекеттік қызметте трайбализм, достық, таныстық өте дамып кеткен. Ал енді тіл мәселесіне келгенде, мен енді өзім бұрынғы мемлекеттік қызметкермін. Тест тапсырған кезде жаңа 20 сұрақ бар, ол 20 сұраққа дұрыс жауап берсеңіз де, теріс жауап берсеңіз де, ол есептелмейді. Ешқандай есепке кірмейді, ол не үшін қойғаны белгісіз. Осы жерден де бір үлкен олардың ары қарай билікке өтіп кетуіне бір жол ашып беріп тұрған сияқты. Енді биліктің өзі әдейі сондай жағдай жасап қойды да жаңағыдай. Иә, тілден тест бар, конституциядан тест бар деген сияқты. Бірақ тілдегі тестің сенің екің бе жақсы ма жаман болған ешнәрсе қарамайды. Мен мынандай бір қызық нәрсені көрдім. Мен енді орыс тілді аудиториямен көп кездесемін. Қазақ тілі жөнінен орыс тілді. Сол бір күні бір орыс тілді аудиториямен білмеймін, Екібастұзда ма, басқа жақта ма әйтеуір сөйлесіп тұрған уақытта бір әйел қолын көтерді да маған мынандай жағдай айтты. Менің балам қазақ тілін жақсы біледі деді үлкен бала. Соныменен дейді, сол уақытта тест тапсыратын тұғым. Бірақ ол тест тапсырасың мектепті бітірген уақыттарда, бірақ ол есептелмейді балға. Менің балам дейді қазақ тілінен бәрінен 5, бірақ ол есептелмейді екен. Ал оның досы қазақ тілін түк білмейді, бірақ басқа сабақтан сәл-пәл жақсы болды ма, 1-2 бала артық болып түсті, менің балам түспей қалды дейді. Енді мен екінші балама дейді, қазақ тілін үйрен деп айтпаймын дейді. Өйткені қазақ тілін үйренудің ешқандай пайдасы жоқ екен дейді, жаңағы орыс тілі әйел айтады. Ал себебі менің мынау балам жақсы қазақ тілін үйреніп алған бала. Неліктен дейді, қазақ тілін білу бұл балға қосылмайды. Мысалы, НТ дейді ғой жаңағы, ұбт дейміз ба? Соның балына бүкіл Қазақстандағы тәжік мектебі бар, ұйғыр мектебі, өзбек мектебі, орыс тілді мектептер, солардың бәрін кез келген азамат қазақ тілінен тест тапсырып, сонысы жалпы балға есептелсе, бұл да бір қозғау болар еді. Қарапайым ғана жол. Түкке де қиындығы жоқ. Сол уақытта көзге көрінер еді да, сол уақытта оқыр еді. Өйткені институтқа, университетке түскісі келетін адамдар.
Біз оны да істеген жоқпыз. Бұл не талай айтылған мәселе. Мен қазір ойлап тауып жатқан жоқпын. Бұл мәселені мен талай айттым, ұсындық осы мәселе. Сондықтан билік тағы да қайталап айтамын, құлықты емес. Керек десеңіздер жаңағы А категориясы, Б категориясын жасайды ғой, жаңағы билікке келетін чиновниктер. Солардың ішінде де қазақ тілін білу жоқ. Қалай мемлекет тілді білмей, сол мемлекетті басқаратын қызметке кіреді. Мен мысалы кей уақытта шетелдік жолдастарменен сөйлескен уақытта бізде мемлекет тілді білмейтін сенатор бар, әкімдер, министрлер бар десем, олар сенбейді. Ол айтады, маған дос, сен ұлтшылсың ғой, тым артық айтып кетпеші дейді. Ол мүмкін емес қой, мүмкін емес ол. Қалай дейді? Қалай француз тілін білмейтін адам француздың жаңағы халық жиналысында отыра ма? Депутат бола ма? Это мүмкін емес. Ол халықпен қалай сөйлеседі деп қояды. Біз сондай жағдайдамыз. Енді атырауда өткен 3-ші құрылтайда президент елтаңбаны өзгерту туралы мәселе көтерді. Енді Насыбай мәселесін айтпай-ақ қояйық. Бұл енді қоғам арасында үлкен бір талқыға айналды, мазаққа да айналып кетті. Бұл президенттің өз идеясы ма, жоқ оған аузын салып берді ме? Жалпы елтаңбаны өзгертетінде қазір қажеттілік бар ма? Тасқан үйрек артымен үзеді ме? Әйтеуір бірдеме айту керек та. Жалпы өзі құрылтай деген сөздің біз мәнісін түсіріп кетіріп алған сияқтымыз. Қазақ құрылтайды жасаған уақытта ол құрылтайға не бір не екі ғана мәселе қояды. Бүкіл халық жиналып қандай мәселе қоятыны алдын ала белгілі болады. Біздің құрылтайымыз шындығында бұл президенттің жанындағы кеңесшілік роль атқаратын комитеттің біреуі. Мысалы, балалар мен аналар комитеті деген бар, адам қорғау комитеті мен соның мүшесі болған кезінде сондайлар бар да, соның біреуі ғана. Жылына бір рет жиналады, және оның алдында не талқылайтынын өздері білмейді ау деймін. Себебі сол жерде президент келеді де өзінің бір ойын пікірін айтады. Я кейбіреуінде дөп түседі, халықтың ойлағанын айтады, кейбіреуінде жаңағыдай халықтың күлкісіне қалып та мәселені көтеріп отыр. Сондықтан құрылтайды бұл бір саяси тәсіл, халықпенен міне біз бірігіп бірдеме шешіп жатырмыз деп, соған кірген адамдар бір мәз болып қалады, оның ішіне бір атақты адамдарды кіргізіп қояды, сонымен бір жұмыстың бір түрі. Бұл идеологиялық жұмыс дейді. Кеңес үкіметі кезінде де осындай көп болатын. Енді екінші мәселе герб жөнінен. Мен әлі есімде сол гербті қабылдағаным. Ол уақытта 5 жұлдыз жоқ. Сол 5 жұлдызды Нұрсұлтан ағамыз әлі есімде. Бәрі дұрыс екен, мына жерге 5 жұлдыз қоя салайық деген сөзі бар. Бірде мен айтты, енді дәлелдеп. Совет үкіметінен келе жатыр ғой, біз оны жоғалтып алмайық әлі деген сияқты менен сондай сылтаумен 5 жұлдыз кіргізді. Сондықтан мүмкін енді 5 жұлдыз ол әлемде тек қана Совет үкіметінің символы емес қой. Біз білеміз ол 5 жұлдыздың қандай символы. Бірақ дегенмен біз үшін бұл 5 жұлдыз сол Совет үкіметі сияқты көрінеді бізге мысалы. Сондықтан оны алып тастаған сол уақытта дұрыс болар еді да, сол уақытта. Гербтің өзі герб болып қала береді. Сондықтан мен одан қазір гербті өзгертетінде ешқандай бір саяси жағдай көріп тұрған жоқпын өз басым. Бұны геральдикаға байланысты бізде комитет бар, бірдеме бар. Геральдикаға байланысты бір өзінше. Бұл солардың міндеті да. Бізде әрбір нәрсенің өзінің міндеті болу керек қой, атқаратын. Солар бірдемені ойлап, солар ұсыныс жасауы мүмкін. Президентке емес, парламентке. Кешіріңіздер, мынаны өзгертсе қалай болады? Парламенттің өзінің ішіндегі бір комитет соны ойлады. Бұл президенттің көтеретін мәселесі емес. Бұның бәрі бір нәрсе да, бұның бәрі жаңағыдай бір әкімшілік, әміршілдік жүйеде осындай бір халықтың көңілін аударатындай бір жасанды мәселелер көтеру керек та. Бұл кеңес үкіметінен бері келе жатқан мәселе. Не болмаса жаңа бір ұрандар көтерді. Жаңа Қазақстан деген ұран, екінші республика, үшінші республика деген ұран сияқты. Бұл баяғыда Американың қуып жетіп басып озамыз деген ұран бар тұғын Совет үкіметі кезінде. 80-ші жылы біз коммунизмде өмір сүреміз деген ұран бар тұғын. Сол сияқты Назарбаевтың кезінде 20-30 деген ұран бар тұғын. Рухани жаңғыру деген ұран бар тұғын. Сондай, бұл соның біреуі. Сондай бір халықпен ақылдасып жатқанның көрінісі дейді. Түсіндік. Енді қазір айналып өтуге болмайтын бір үлкен тақырып бұл су тасқыны мәселесі. Осы су тасқыны жаңағы Ресейден әдейі жіберді деп жатады. Көп жағдайда осы табиғи апат деген соңғы сөзді көбірек қолданып кетті жоғарыдағылар. Бұл өзіне келген үлкен жауапкершіліктен басын алып қашу ма? Мысалы енді ол жерде әкімдердің де, министрлердің де, құзырлы органдардың да су тасқынына, жалпы біздегі елде болатын табиғи апаттардың бірде біреуіне ешқашан дайын болмайтыны белгілі ғой. Жылда бір үлкен өрт болып жатады. Былтыр Абай облысында сөндіре алмай әлек болдық. Міне биыл су тасқында мыңдаған адамдар баспанасы далада қалды. Бірнеше әкімге, бір министрге сөгіс берумен ғана тоқтай салды. Ар жағында енді жуып шайып 300 мың теңге берейік, тағы да 500 мың теңге берейік.
берейік, үйлерін салып берейік деп әйтеуір жанталасып жатыр. Дегенмен де бұл жүйелі жұмыс жүргізілмегендіктен осыншама халыққа кесапаттарын тигізіп отырған біздің жаңағы ешқандай бір әдістемелік нұсқаусыз жұмыс жасаған биліктің және оның тармақтарының кінәсі ме жоқ па? Әрине былайда мынау от пен су дейді, зілзала дейді, бұлар айтып келмейді дейді ғой. Бірақ бұлардың көлемін, масштабын бірнеше есе қысқартуға болатын еді. Енді зілзаланы ешкім анықтай алмайды қазірге дейін, керек десеңіздер жаңағы технологиясы күшті. Бірақ су тасқыны басқасының бәрінің біраз алдын алатындай шарттарын жүзеге асыру керек еді. Бұл мемлекеттің міндеті. Негізінен бұл жерде екі бағыт бар. Бірінші бағыт, министрліктер жауған қарды, жауған жаңбырдың бәрін есептей алады. Ондай құралдар жеткілікті. Жерге соның қаншасы сіңді, жердің бетін мұз басып қалса, оның қаншасы сіңбей ағып жатыр. Және әр ай сайын, әр күн сайын қанша процент ағады, қанша куб метр қай жерге жиналады дегенді алдын ала болжау, алдын ала дайындық жасау түкке тұрмайтын мәселе. Кез келген үйдің қожайыны жасайды ғой, сол үйдің маңындағы мәселе. Біз мысалы далаға барып шатыр тігіп жатқан уақыттарда күрекпенен жан-жағын қасып қоямыз, жаңбыр келгенде шатырдың ішіне су кіріп кетпесін деп. Сол сияқты бұл белгілі бір министрліктің міндеті, бұл үкіметтің міндеті. Сол уақытта әрине шамадан 60-70 жылдарда бірақ болатын үлкен апат болатын шығар, жаңағы Нұх пайғамбар кезіндегі. Бірақ соның кем дегенде бір 3-4 есе төмендетуге болады еді, бұл зардабы осы арқылы. Және солардың келетін жолындағы бөгеттерді, шлюздерді дайындау, дамбы салу мәселесі жаңағы қардың түскенінен, жаңбырдың жауғанынан бастап есептеліп отырады. Мына жерге келеді екен, мына жерге 1,5 сантиметр болып келеді екен деген. Бұл кез келген ғылыми жолменен дәлелденетін нәрсе бәрі. Бұл бір мәселе. Екінші, соның бәрін дәлелдеп, сондай қауіпті көреді, жергілікті атқарушы билікке министрліктер хабарлайды. Батыс Қазақстан саған мұншама келе жатыр, мұншама жерді ашуың керек. Мынандай жерді қазір аэроснимки деген ғарыштық түсірім бар картада. Ол арқылы жолдың бәрі көрініп отырады, қаншасы жоғары. Керек десеңіздер жаңағы мынау шаңырақ ұйымының басшысы Алмасбек деген азаматымыз бар ғой. Соның өзі көрсетіп картаменен қарапайым тілмен айтып отыр ғой, қандай деңгейде келіп қай жаққа құйылатыны ше. Енді сол мәселені жергілікті атқарушы билік, әкімшіліктер жаңағыдай хабар алғаннан кейін дайындалуға кіріседі. Ол осыдан 10-20 жыл бұрын жасалатын жұмыс. 10-20 жыл бұрын осылардың бәрі жасалынып қойылады. Себебі қай жақтан жаңбыр келетіні, қай жақтан су келетіні белгілі. Қытай жақтан келмейді. Бізде бәрін Қытайға жабатын едік, су жоғары қарап көтерілмейді ғой. Негізінен Ресей жақтан келеді. Біз Каспий ойпатында тұрған батысты алатын себебі сол. Бізде жаңа минус жерде тұрмыз, алар жоғарыда тұр орын бар. Сондықтан оның бәрі бір ешқандай қиыншылық келтірмейді бұл дайындық мәселесі. Осының бәрі жасалмады. Бұл үкіметтің кінәсі. Енді соған хабар бермеген министрліктер кінәлі ме? Жоқ әлде соның алдын алып жұмыс жасап үлгермеген жергілікті әкімдердің кінәсі ме? Бұл екінші мәселе. Менің ойымша, бұны осы біткеннен кейін енді өктеп демімізді алайық, атырауымыз аман болсын. Одан кейін бұл мәселені міндетті түрде қоғамдық адамдарды кірістіріп, комиссия осының бәрін тексеру керек. Неліктен осындай жағдайға жеттік деген міндетті. Мен қорқып отырғаным, Тоқаевтың өзі айтып қалды, бұл 60 жылда, 80 жылда болатын бірдеме екен деп. Бұл алдын ала ақтала басталды, менің ойымша. Міне халыққа. Біз жылда дайын едік, мынау болмайтындай жағдай, жоқ болмайтындай жағдай. Кез келген нәрсенің бәрін біліп көріп отыратындай мүмкіншілігіміз бізде бар, толық бар. Сондықтан міндетті түрде қарау керек. Екінші мәселе, менің қазір естіп жатқан мәселем, бұл жемқорлық. Осы апатты пайдаланып, керек десеңіздер, апат болып жатқанның өзінде 1 миллиардтай ақша желінді деген хабарды алдық біз. Қазіргі жерде біткеннен кейін осының бәрін қайталап. Гуманитарлық келген көмектерді өздері алып жатыр екен адамдар, таласып деген сияқты нәрселердің бәрі біз кейде әлеуметтік желіден көріп қоямыз. Осының бәріне тексерілу керек. Жауаптылар жауапқа тартылу керек, жазаларын алу керек. Себебі 7 адам қайтыс болды деген мен білмеймін. Бір адамның өлімінің өзі ол жақсы емес қой, үлкен апаттар кезінде. Қанша миллиард ақшаға кеткенін мен білмеймін. Енді солардың бәрін қалай орнына келтіреміз? Оның кінәсі кімнен сұраймыз деген мәселе осыдан кейін қолға алу керек деп ойлаймын. Егер тағы да қолға алынбай ешкім жауапсыз күйінше қалды ма, онда бұл мемлекетіміздің болашағы жоқ деген шешімге келуге тура келеді. Себебі қазірден бастап байқап отырғанымыз ақталу мәселесі басталды, үкімет тарапынан, билік тарапынан ақталу мәселесі басталды.
Енді бұның барлығы сайып келгенде сонау 90-шы жылдан тіпті Кеңес одағынан бері келе жатқан үлкен бір ауыр дерт, айықпайтын дерт бұл жемқорлық. Біздің мемлекеттің менің ойымша дамымауының да ең басты себебі осы жемқорлықта. Ананы ұстап жатады, мынаны ұстап жатқан сайын, ұстаған сайын ол бір өрши береді. Ол жаңағы қасыған сайын шығатын қотыр сияқты. Осы жемқорлықты қашан құтыламыз және қалай тоқтату мүмкіндігі бар? Әлде Қытай сияқты шетінен атып тастау керек пе? Онда ататын болсақ, жартысынан көбі кетіп қалады деп тағы қорқамыз. Енді жемқорлық емес, ең басты біздің жауымыз. Сол жемқорлықпенен күреспеу. Жемқорлық бұл пендешіліктің бір мәселесі. Қолында бар нәрсені жеу, сондай адамдардың категориясы болады да. Оларды атып, қолын кесіп тоқтата алмайды екенсің. Мынандай бір анекдот сияқты бар ғой, жаңағы ұрының ұстап алып, қолын балтамен шабады ғой кейбір елде. Сол балтамен шапқан уақытта базардың ортасында бәрі жиналып қарап тұрады ғой адамдар. Соны қарап тұрған адамдардың қалтасында ақшаларын кесіп алып береді екен. Сонда ананы көріп отыр ғой көз алдында қолының кесіліп жатқанын, сонда да ұрлық тоқталмайды да. Әңгіме былай да, бұл жерде мен бір ғана нәрсе ұсындым. Осы 10 жыл болды айтып келе жатқаныма. Bir ғана жолы бар, нақты жол. Бұл американдық жол деймін, бұны салық. Мемлекетке төлейтін салық ұстайды екен. Мысалы, біреу не дейді, жаңағы таможняның бастығы болып келді, 1 жылдан кейін өзіне 3 миллионның үйін салып алды дейді, ұшқабат етті. Алатын ақшасы менің ақшамнан аз, бірақ ананы салып алды. Халық көріп отыр бәрін. Сосын айтады да, үкіметке айтады, халқы, мынау жегіш қой, жеді ғой мынандай үйді қалай салады? Өйткені алып отырған ақшасына 100 жылда да сала алмайды бұл үйді. Үкімет айтады, иә, бірақ ол шешесінің атында ғой дейді. Біз бәріміз білеміз ғой, баласының атында, туысқанның атына қояды. Оны бәріміз білеміз ең. Америкада олай қылмайды екен. Америка жаңағыдай 3 миллионның үйін салған адамға келеді екен, жаңағы салық агенті. Сөйтіп айтады екен, сіз өткен жылы 5 миллиондай пайда тауыпсыз, 3 миллионға салыпсыз, енді 2 миллион үкіметке салық есебінде төледіңіз ба? Соның қағазын көрсетіңіз дейді екен. Қағазын көрсетіңіз. Ол ақшаны қайдан алдың демейді екен. Салық төледің бе мемлекетте осыншама? Ал енді бұл ешқандай салық төлемейді біздің адамдар жаңағы. Өйткені анау ақшаның қайдан келгені, енді заңсыз келген ақшаны мен қалай салық төлей аламын? Ұсталады ғой. Сосын ол айтады екен, ойбай, бұл менің шешемнің ақшасы, ағамның ақшасы деп. Ертең шешесіне келеді дейді салық комитетінің агент. Сіз балаңызға 1 миллион ақша беріпсіз. Демек сіз 2 миллион пайда тапқансыз. 1 миллионның салық төлегеніңіздің қағазын көрсетіңіз. Ағасына келеді екен, сіз 1,5 миллион беріпсіз ініңізге үй салу үшін. Ол демек сен 4 миллиондай пайда таптың. Соның маған қағазын көрсетіңіз, салықты қалай төледіңіз. Қысқасы індету дейді. Індетіп. Ешкім жаңағы бұдан құтыла алмайды. Былайша айтқанда салық агенттігі бәрін аяқ жағына дейін кетірді. Және ең қызығы, мынау ақшаны қайдан алдың демейді екен. Осы ақшадан салық төледің бе деп ұстайды екен. Бізге осы кірсе, қалай болсын солай жемқорлықтың кем дегенде 80%-ын тоқтатып болады. 80% демек есіме түсіп кетті. Ринат Зайытов ініміз айтты ғой. Алаяқтардың 80%-ы намазхан деп айтып қалған сөзі бар ғой. Мен ойладым да, енді өзі де сол партия емес ғой. Мен ойымша осы жемқорлардың 80% емес, 90% аманат партиясының мүшелері сияқты. Себебі ол биліктің партиясы, билікте тұр ғой. Мысалы, мен жемқор бола алмаймын, жемқор болып келсе де. Себебі менің қолымда ештеңе жоқ жейді. Сіз жемқор бола алмайсыз. Әйтпесе, менің інім шопыр болып жүрген ол жемқор бола алмайды. Өйткені ол қалай жейді, не жейді? Демек жоғарыда отырғанда, сондықтан менің ойымша Ринат айтып керек та, алаяқтардың 80%-ы намазхан, ал жемқорлардың 90%-ы аманат партиясының мүшелері деп. Қысқасы билігі бар адам. Сондықтан менің айтатын бір нәрсем, салық арқылы мемлекет соны жүзеге асырады. Бірақ оны жасамайды мемлекет, себебі соны жеп отқан сол мемлекеттің басшылығы ішінде. Өздеріне салық түседі ғой. Есіңізде болса, Серік Ахметов деген премьер-министр сотталды бізде. Оның алдында Қажыгелдин де жемқор деп сотталды, ол да премьер-министр болды. Қысқасы, егер премьер-министріміздің бәріне бастап сотталып жатса, билет сататын кассаға барып үстіне ақша төлеп билет аламыз ғой, содан бастап бұл бүкіл қоғам жайлап алған жемқорлық қой. Сондықтан бұны жүйелі түрде, мен айтқандай, нақты жүйелі мемлекеттік түрде жүзеге асыру керек. Бірақ ондай жүзеге асыруды мемлекеттің өзі қолдамайды. Себебі сол жемқорды соттап отқан адамдардың өздері соның ішінде болуы әбден мүмкін. Міне ең қиыншылық жер сол. Ең қиыншылық.
Енді бұл тек қана билікке де емес, тіпті біздің өзіміздің халықтың өзі де бір ГАИ қызметкері тоқтата қалса, 5.000 теңге, 10.000 теңгесін беріп шешіп кеткісі келіп тұрады. Немесе бір туыс туғаны бір қызметке орналаса қалса, анадан кішкене қалтаңа салып қалуды ойла деп ақыл айтады, жаңа адал қызмет ет деп айта қоймайды көбі. Мысалы, енді оны бұл жерде біздің жалпы қоғамның, халықтың да бір өзінің бір мына санасының өзгермеуінен деп ойлаймын. Енді бір қалыпты жағдай сияқты қабылдай береді. Өте дұрыс. Былайша айтқанда біз жемқорлықтың осындай түрі бар ғой, жаңағы кішкентай жемқорлық дейік те, жаңағы қарап жарып алатын. Біз осыған үйреніп кеттік та, бұл өмірдің бір заңы сияқты болып үйреніп кеттік. Мен өткен жолы осыдан 3-4 жыл бұрын Шымкентте бір тоймат Құдайдам отырған уақыттарда бір шалды сайрап отқан. Жас 70-тің үстіндегі шал екен. Сайрап отқанда бір жігітті мақтап жатыр екен. Әкесіне былтыр, әкесі дейді да 75-ге ма 80-ге ма толған әкесіне дейді, жиып алып берді дейді, жаңағы бір жігітті мақтап жатыр. Сөйтсем ол жігіт бір районның ГАИ-ның бастығы. Соны мақтап жатыр да, ағасына үй салып берді дейді. Жаңағы мақтап жатыр. Қасында жас балдар отыр, ауыздарын ашып тыңдап, жаңағы шалдың аузына қарап тыңдап отыр. Енді ананың қаяқтан ақша алғаны белгілі ғой, өйткені ГАИ-ның ақшасымен сен жиып ала алмайсың, әкеңе түгіл өзіңе жиып ала алмайсың ГАИ-ның ақшасын. Жаңағы мейлі ол майор болсын, полковник болсын, ол белгілі. Балдар да біліп отыр, шал да біліп отыр. Бірақ балдар ана шалдың айтқанына қарап отыр. Ертең мен ГАИ-ның бастығы болып әкеме машина алып берсем, мені халық мақтайды ғой деген мәселе. Міне, анау шал тәрбиесі шалдың. Менің ойымша кезінде біздің ақсақалдарымыз айтады екен, балам, ала жіпті аттама, адал бол. Басың кетсе де аштан өлсең де ешкімнің жаңағы бір суық жібін алма деп үйрететін шалдардың орнына мынау шал келді жаңағы. Анау әкесіне жиып алып берді, ағасына үй салды дегенде, анау балдардың құлағына сіңіріп отырған. Біз демек 70-80 жылда бір ұлттық құндылығымыздан айырылдық. Ақсақалдың бала тәрбиесіндегі өсиет айтылған, өсиетінің бағытынан біз айырылып қалдық. Міне ұлттық құндылықтарды қайтып орнына келтірейік деп біздің кейде шырқайтынымыз сол. Демек, анандай шалдар жоқ бізде қазір. Осыны айтатын адамдар жоғалып кетті. Одан кейін жаңағы балдар қандай адам болып тәрбиеленіп шығады? Қандай болып шығады? Мысалы, өткен жолы біз Шыңғыс Мұқан екеуміз кітап туралы бір әңгіме жүргіздік. Бұл келеші жаңағы бас медиа шығайын деп жатыр. Сол уақыттарда мен есіме түсті, менің бір жолдасым айтады, енді үлкен кандидат наук, полковник, бір дос еке, шынымды айтайын, бір кітап өмірінде оқыды. Бірақ үй жайнап тұр, астында джип деген сияқты нәрсе ғой. Адамдар айтады, кітап оқудың қажеті не? Егер кітап оқымай-ақ мынандай байлыққа кенелетін болсақ. Түсіндің? Адамдар, жастар, балдар көрген істейді. Демек, білім, адалдық, әділдік, ғылым, тәрбие деген нәрсенің қажеті қанша? Егер мені тек қана жаңағы байлығым арқылы құрметтейді екен деген ой қалыптасады. Мен жаңағы жүрген мұғалімнен, мектептің мұғалімнен 100 есе артық екенмін. Себебі жіппен белгілетіп қасынан өтіп кетіп жаңағы суды шашырады. Анау кітап оқысын, адал болсын, халық сыйласын, бірақ ол сүмірейіп жаяу кетіп бара жатыр. Не дейді? Материалдық құндылық басып кетті, рухани мәдени құндылық қалып қойды. Ал оны алға жылжытатын қайталап ұлттық құндылығымызды қайтып орнына келтіру. Қазақтығымызды, қазақ бол деген ұранға қайтып келуіміз. Қазақтан артық не дейді жаңағы сөз қалмаған дейді ғой. Бізде өте жақсы тәрбие, өте жақсы ырымдар мен тиымдар, өте тамаша өсиет, сөз, батырлық, қайсарлықтың бәрі бар. Бірақ соның бәрін біз қолданбаймыз. Себебі біз отар ел болғаннан кейін бәрін айырылып қаламыз. Керек десеңіздер, отар ел болғаннан кейін біз қазақтың ең үлкен қасиеті не десе, қонақ жаймыз, дарханбыз деген сөзді айтамыз. Жоқ, өтірік. Қазақ ең батыр, ең қайсар. Күні екі алапат елдің арасында отырып, осыншама жерді ұстап отырған халық қайсар батырлығы бірінші орында тұрады. Бірақ біз өйтіп айтқызбады. Жаңағы орыстың отарына түскеннен кейін бізге айтқан, сендер дархансыңдар, қолдарың ашық, ақ көңілсіңдер деген. Біз сонымен жайылып, жастық, иіліп төсек болып, жерімізді бәрін беріп, қазір сол уақыттарда қазақ музейінің 3-тен 2-сі ғана қалды. Бәрін таратып отырмыз да. Демек, өзіміздің жақсы қасиеттерімізді қайталап тірілтуіміз керек та. Бұл да зиялы қауымның міндеті. Ол зиялы қауымның түрі анау, мен білмеймін, қайда баратынымызды. Иә, жаңадан 40-тардағы адамдар шығатын шығар, олар өзгертетін шығар осы қоғамды деп ойлаймын. Бұл шындығында да екі үлкен мәселенің зардабы. Бірінші, отаршылдықтың зардабы, 200 жылға созылған, бізді бәрінің құртып жүрген тілімізден, дінімізден бәрін айырып.
Екінші, әкімдік, әкімшілік жүйе. Командный, административный, командный система деген. Бұл қазіргі жүйеміз сол. Бұл Назарбаевтың жүйесі деп ойламаңдар. Назарбаев ойлап тапқан жоқ. Ол сол сырдан келе жатқан Тоқаев жалғастырып келе жатыр. Маған сенбесеңдер, Тоқаевтың 19-шы жылы президентке түскен уақыттардағы бағдарламасын оқыңыздар. Ол жерде Назарбаевтың моделі деген жазылған. Соны әрі қарап сабақтастық деген сөз бар, бәріміз білеміз. Сондықтан Тоқаевтың моделі, Назарбаевтың моделі екіге бөлінген. Бұл бір ғана билік, бір бағыт. Адамдар ауысады, бірақ бағыт біреу. Керек десеңіздер, Назарбаевтың өзіне тиіспес үшін әйтеуір оның туған туысқандарына тиісе бастады. Әйтеуір халықтың көңілін бір жаққа бұру керек қой. Міне біз Назарбаев деген фамилиясы бар адамдарды қысып жатырмыз деп. Сонда мен кей уақытта жаным ашиды, жаңағы Болат Назарбаев деген жаңағы слесарь болған екен, ақша шашып жүрді ғой жаңағы Қаскелеңде тұрамау, сол інілерінің біреуі. Қазір сол бүкіл осы 30 жыл бойы біздің осы жүйені жасаған ең басты жауымыз сияқты бізге кірді. Одан 100 есе бай халықты тонаған олигархтар жүр ғой. Тоқаев ұмытпасам қаңтардан кейін 162 адамды әкеліп залға. Міне олигархтар сендер осылай қылыңдар деп. Солар оның ішінде Болат Назарбаевтың жасағаны мынандай шығар, иненің жасуындай ғана шығар. Бізде қазір сондай мәселемен не дейді, жүйе өзгерген жоқ. Осы жақсы дейші, адам өзгереді. Және мен осындай кезде есіме мынандай нәрсе түседі. Мүмкін онда жақсы параллель емес шығар. 60-шы жылдары ұмытпасам Хрущев 19-шы партияның съезінде баяндама жасайды да, жеке басқа табыну туралы Сталинге байланысты. Сөйтіп Сталинді жер-жеріне жетіп, мавзолейден алып тастайды сүйреп өлігін. Қысқасы Сталин бәріне кінәлі, бәрін атқан, бәрін еткен деген. Бірақ атқан Сталин емес қой. Осыны атқанның бәрі бұл жүйе, тоталитарлық жүйе. Хрущев Сталинді берді құрбандыққа, бірақ жүйені ұстап қалды. СССР-ді ұстап тұрған тоталитарлық жүйені ұстап қалды. Қазір менің ойымша Тоқаев Назарбаевтың туысқандарын ертең Назарбаевтың өзінде беріп беретін шығар, оны береді, бірақ билік жүйесін өзгертпейді. Осы жүйені ұстап тұрған. Билік әлі сол күйінше жалғасып келеді. Енді осыдан жалғасын табатын соңғы бір сұрағымыз бар. Алдағы болашақта Қазақстанда не күтіп тұр? Қашан біздің елде нақты демократия орнайды? Жалпы қоғамдық санада, саяси санада өзгере ме? Түптің түбінде біз неге жетуіміз мүмкін? Өзгереді. Мен оны қысқа ғана айтайын. Былайда философияның негізгі диалектиканың 3 заңы бар ғой, 3 категориясы дейміз философияда. Соның біреуі өзгеріп отырады да қоғамда. Мысалы, күннен кейін түн, түннен кейін күн, жақсылықтан кейін жамандық, жамандықтан кейін жақсылық деген сияқты. Ол келеді бәрі. Әділетті қоғамға келеді. Бірақ әңгіме егер халық осылай отыра беретін болса, онда ол 50 жылдан кейін келеді. Ал егер халық соның алдына шығатын жаңағы не дейміз, жетекшілер, көсемдер пайда болып, саяси бағыттағы жұмыстар жасалып, белгілі бір демократиялық институттарды талап етіп, өзгеріс талап етіп шығады ғой, жаңағы мы ждем перемен деген сияқты. Сондай уақыттарда ол мүмкін 5-10 жылдан келеді. Ол келеді. Бірақ әңгіме біз оны жылыстыруымыз керек те, жақындатуымыз керек. Қоғам жақындатылмайды. Ол президент немесе парламент оны жақындата алмайды. Олар қоғамның сөзін тыңдап, қоғамның айтқанын жүзеге асыратын қызметшілер. Демократиялық елдерде басшылардың бәрін слуга народа дейді жаңағы. Зеленский сияқты. Бұл халықтың құлдары, қызметшілері. Бірақ бізде осы сөзді қабылдамайды. Өйткені әкімшілік, әміршілдік жүйе деген аты сол. Олар әкім және әмірлік жүргізетін топ сияқты. Жоқ, олар халыққа қызмет ететін топ болу керек. Соны түсінбейді және түсінгісі де келмейді. Міне, егер осыны өзгерте алса, ондай болса, әрине, дәл біз сияқты бізден енді ақылы бізден асып кеткен жоқ. Норвегия, Швеция, Финляндия, Америка, Канада. Неге? Қоғамы да жақсы, тыныш, бай, қуатты да, бізден 10 есе 20 есе. Неге? Олар аспаннан аяқ салбырап түсті ме? Жоқ. Біздің ақылымыз, біздің интеллектуалдылығымыз қазақтың. Біздің жер астындағы байлығымыз олармен салыстыруға болмайды. Біз ол жөнінен олардың алдындамыз. Бізде бәрі бар. Бізге Алла тек қана жақсы басшылық. Білмейміз Аллаға не жазған. Осы басшылық өзгеріп, шындығында да әділ халықтың дейтін адамдар келетін болса, ондайлар бар. Мен жаңа тағы қайталап айтамын. Әлемде барлық тәжірибені қарап шығыңыздар, ондай адамдар бар. Әңгіме сол адамдар келу үшін демократияның институттары құру керек та, жаңағы адамдарды халық тану керек. Оны егеменді Қазақстан олар жазу керек, көрсету керек, теледидардан олар шығу керек. Бізде осылардың бәрін билік ұстап отқаннан кейін бар, бізде ешкім жоқ сияқты. Ертең сайлауға түсетін уақыттарда бір өйтіп, анау
Тоқаев деген Тоқаев, мынау кім Әміржан деген көшеде жүрген. Жаңа сенің де сұрағың бар ғой, жаңа Әміржан келсе, одан да гөрі жақсы бар екен. Иә, жақсы болады. Сол біз өзіміз онымен салыстырмауымыз керек та, олардың арасында бір нәрсе, олар билікте отыр. Осы жерде есіме менің бірдеме түсіп кетті. Желя Желев дейтін Болгарияның бірінші президенті, 91 жылы президент. Соның тоталитаризм негіздері деген бір тамаша кітабы бар. Соның ішінде бір абзац өте ұнады. Ол былай дейді. Оны мен көп жерде кейде мысалға келтіремін да. Егер де совхоздың директорыменен райком сөйлесіп тұрса, дейді, райком ақыл сияқты көрінеді. Енді райком ақыл беріп бірдеме айтып тұрады осында. Егер райком мен обком партияның басшысы сөйлесіп тұрса, обком партия ақыл болып көрінеді дейді. Адамды беделді ақылды қылатын стол. Сол столға отырғызса, ол адам ақыл сияқты. Сондықтан жаңағы Назарбаев ақылды, Тоқаев деген сөз мүлдем жаңағы шындыққа келмейді. Ол столға ертең мен отырсам, мен де ақыл сияқты көрінеді. Ең қызығы, сол столда отырғандар, жаңағы мысалы Тоқаев Әміржан Қосановпенен шығып дебатқа шығудан бас тартқанын білесіз. Назарбаев 2 рет бас тартты дебатқа шығудан. 2 рет бас тартты. Мен әдесінде кімге Әміржанға айттым, егер Тоқаев бас тартса, ол сенімді өкілін жіберсе, сен мені жібер. Мен сенің сенімді өкіліңе сенімді барайын. Сонда ең болмаса қасына бір не дейміз, пікір таласқа шығатын адамнан қорқады. Өйткені өзінің ақылдың деңгейі көрінеді салыстырғанда. Ал салыстырмаған уақытта олар ақыл сияқты сол. Міне бұл тоталитаризм негізі дегеніміз сол. Бұл әкімшілік әміршілдік жүйе, бұл тоталитаризмнің бір бағыты. Біздегі сол. Енді бізде сен айтқанда авторитарлық түрдегі тоталитаризм. Енді қазір әкімшілік әміршілдік жүйе толық ешқандай өзгеріс жоқ. Ал енді құрметті достар, бүгінгі мынау біздің ұсынысымызды қабыл алып, біраз сұрақтарымызға өте тұшымды, ашық жауап бергеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы уақыттарда басқа да бір тақырыптар бойынша үнемі кездесіп тұрамыз ғой деген ойдамын. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Ақ пен қара өмірдің өзі ақ пен қарадан тұрады. Тек қана қарасын баса бермей, ағында көбірек басуға тырысайық. Әлі бәрі жақсы болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.